Надира кірейін деп жатыр, нормально оқып тұрмын ба? Шашым бәрі болып тұр ма? Кірді. Кірді, Надира. Привет. Привет. Жоқ па? Әлем. Әдемісің. Болды. Қазір Надира күтіп тұр. Я ношен. Іздеп таптанбай жүр. Сізді айлардың жүзі, күндердің мыңы күттің ғой, Надира. Сонша қосыңызшы деп. Бірінші андай кездесіп, андай бір сөйлескен кезде кішкене қысылатын бар еді, Надира. Не болды, Надира, маман келіп қалды ма? Жоқ. Қай жақтың қызсың? Алматы облысы. Айна айтатырмын. Не ма, андай оқисыз ба, жұмыс жасайсыз ба? Жұмыс жасайсың. Жұмыс жасайсыз. Не жұмыс жасайсыз? Банкте. Берем деген ба? Банкте. Банкте ма? Қасыңызда кім отыр? Подруга. Кетіп атқан сияқты ғой подругаң, ә? Қалай? Тамақ жеп атқан сияқты ғой подругаң, ә? Жаңа чай ішіп болғанбыз ғой енді. Өткен жаңа оливье салаттарды әкетіп отырсыңдар ма? Подшу. Шубадан жасалған тамақтар жеміз десе, короче. Конечно. Нема былай? Бір киноға барып, бір болады, бір андай бір. Сосын? Ойла, неғып сразу сосынға көшіп кетті, киноны бітіріп көреміз ғой. Сосын қалай? Бәрін айт. Асылып тұр ғой, сосын. Ойға, сен мен кім? Қасыңызда қызбен танысып қойын тоже. Саламатсыз ба? Привет. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Есімім Анель. Есіміңіз Анель, күштеген. Сіз немандай подругасыз ба, или туысқансыз ба, сестра, сестренка, или ағасысыз ба, десең, ойна айтатыр. Бірінші класстан бері подругамыз екеуміз. Бір жерде жұмыс істейміз. Да, вместе. Надира, не істейміз? Киноға барайық та онда ертең. Даусын естімеді. Барамыз. Ой, Надира. Қандай киноға барамыз, Надира? Қандай кинолар ұнайды саған? Маған комедия. Ужастик. Ужастигіңді білмеймін, комедияңа барайық. Барайық. Айтуға да ыңғайсыз екен. Не болмайды. Реклама ондай болмай атады кішкене соған. Әркім өз білесін, бірінші барғанда. Если ары қарай нормаль болып сөйлесіп кетеміз, анау-мынау болса, келесіден бастап өзін төлем қайтыр, ана сағатты ма, ломбардқа қойып бір нәрсе қайтыр. Ақша шығаратын шығармыз. Сосын Надира. Исмай. Өш жерде халықтың алдында ашығын ертең кино барғанда мен попкорн жейтінім бар еді, мен лейс жеймін, анау жеймін демей, жейтін болсаң, үйден жұмыртқа, колбасаңды алып шығайын алайын. Жарайды. Тағы не алып шығайын? Бірдеңе алып шығайын ба? Содан кейін сразу айтайын, машина, такси, анау-мынау емес, как штық метромен барамыз, или 154 жағымен барамыз. Оңай бар ма сенде? Бар. Болды ғой. Оңаймен сен төлесең, қайтарда мен төлеймін ғой, Надира. Жарайды. Алып кетесің ба, ана жақтан? Қаяқтан? Осы жақтан.
Қай район сенікі? Электр район. Қай жақта ол? Электр район білмейсің ба? Грэс жақта. Мен саған по путим, сен мені алып кетсе жолда мен көшеге. Сен қай жақтансың? Мен негізі Тараздікімін, бірақ қазір тоже Алматыда тұрамын. Ертең қаншада кешкі сеансқа барамыз, күндіз жұмыста боласың ба? Иә, жұмыста. Күндіз жұмыста болсың. Қаншада шығасың жұмыстан? Ертең менде выходной. Точно ма? Иә. Так, енді ертең выходной болса, онда бесик. Ертең сағат, мен анау қазір Шымкенттен достарым қыдырып келген ғой. Ертең бәріміз неге барамыз? Шымбұлаққа барамыз, кешке дейін сол жақта боламыз. Біз Шымбұлақтан келгеннен кейін примерно 10-дарға, 9-дарға таман сеанстан 2 билет алып қойайын. 9-ға айтайын. Кеш болып кетем. Қайтуды ойлау керек просто ғой. Айтпақшы, ол кезде 9-10-дарға таман кірсек, 10-11-ге таман автобус жүрмей алады. Онда бесик 7-лерге таман алайын, сеансты. Иә. 7-лерге таман алсақ, 2 сағат кино көрсек, соған автобуспен қайтамыз, есін алма шығарып салам, әңгімесін, в принципе, болады негізі. Даусың естілмей қалып жатыр, Надира. Білмейді ғой. Ау? Бір жаққа автобус жүрмейді. Нұртуғанда. Нурик, привет. Нурик, привет, несі? Наши одноклассники. Одноклассник, да? Иә, таныстар шығып жатыр. Все, тогда ертең сағат 7-те киноға барайық. Егерде не істеп жатсақ, киноға кіріп, не істеп жатсақ, мына жақта енді 2180 адам көріп отыр ғой. Ертең, в общем, достар, сағат 7-те история салам. Надира екеуміз киноға бардық. Осындай, деп. Астына жазатын болған, Надира кім билетті, кім алды автобусқа, кім төледі. Сен заңда ертең. Анда ертең болғанда, сен маған не істесе, дайректен жаз жерсе, бір нәрсе деп. Енді сен қыздың ғой кішкене, бірінші шақ сенен болу керек қой, как... Мен жасадым ғой жаңа. Жасадым ғой, қошты деп. Жоқ, мен дайрегімен жаз жерсе, сен бір нәрсе деп. Сен мен табамайсың ба? Мен қайып табам мен сен? Подписчиктарым бәрі білеткен бағана айтып атты ғой, Надира деп. Өзім қауып алам онда. Короче, Надира, мен сразу айтайын, ертең барып алып, мен сен ойнап тұр екен дедім. Жігітсің ғой, сейші, ты чё, анау, мен серьезно айтам, Надира қалтаңа. Жоқ дегенде 5 теңге апшық. Понимаешь? Сен Каспийға жер қойайын ба? Вообще дұрыс болар еді, қазір жартысын жіберіп қойшы, жүрегім тыныш жіберіп. 1% жер қойынан. Тағы нелер бар? 5 теңге алып шықсаң, менде қазір 2800 теңге бар. Теңгесіне бетін так төлейм, 2000 теңге қалады. Жетеді, принципе. Шыққаннан кейін бір жерге барып кофе ішу бола ма, или үйге қайту керек бола ма? Сағатқа байланысты ғой. Сағатына байланысты? Сағат дегенде кеш болып кетсе деген ғой, үйге қайту керек қой. Шош кет. Бағаннан жүресі отырмын деп қоямын. Надира, онда походу көреміз енді, мына жерде енді халықтың көбінше бәрін сөйлесіп қойып қойып. Все, Надира. Айтпақшы, білмейді. Яқта достарым айтады, қолында обручалкасы бар ғой дейді. Жоқ, мынау қолда тұрады ғой. Обручалка емес қой, ә? Все, бала жоқ, ешкім жоқ айтып. Ойдап сол. Көрі, өйтіп әдемі кезім. Болып күйеуін көріп келеді болсын, мынау кім әді? Аға, мен білмей қалып, ойбай!
сожалею. Все, Надира, танысқаныма қуаныштым. Дайреңе жазам, ертең сағат 7-те кинода кездесеміз. Пока. Қасыңызда подружкаңыздан ұят болып қалатын болса, мен жақтан жаңағы Ерсұлтан деген досымды шыға аламын. Она не против? Против, а? Сағат 9-ға дейін жұмыс мен ертең. Yes. Все, тогда қыздар танысқаныма қуаныштым. Ертең 7-де кинотеатрда Надира 5 теңгемен, как штык, обязательно, без порожняк, бәрі дұрыс жағынан болсын, я? Все. Болды онда, ертең не істейміз? Дальше сөйлесіп жалғастырамыз.